Мерс деген жай ғана темір емес жігіттер. Мерс деген таза стиль. Мерс жүрген жерде көз де тоқтайды, сөз де тоқтайды. BMW-ста ренжімеңдер, BMW деген баланың арманы, жүректің қалауы, ал Мерс болса таза өскен тұлғаның таңдауы. Жігіттер, бұның алдында өздерің білесіңдер, 210 бар, Лопарик халықтың сүйіктісі оған. Одан кейін 211 бар, кішігірім эксперимент, короче. И немістер мынаны шығарады ғой, 212-ші ешкан шығарады. 2-литровый турбо 2013 жылғы второй рестайл деп айтады. Бұның алдында тағы да бір 2 буым бар, қателеспесем. 204 аттың күші болады екен. Ну, расходына кішкене тоқтала кетейік, енді өздеріңіздің сүйікті темаларыңыздың бірі. 2-литровый налог 17 мың, 17 мың-20 мың жарайды. Плюс қосып айта берейікші. Майын ауыстыратын болсаң, примерно 50 мың теңге кетеді. Коробка 7 житроник, коробканың майын каждый 40 мың километрде ауыстырады, есі дұрыс адам. Бұл жерде бір 60 мың теңгедей, короче, коробканың майын ауыстыруға кетеді. Свечалар стандартный тема, қалтан қанша ақшаны көтереді, соншаға свеча саласың. Как минимум бір 7 мың теңгенің свечаларына дейін саласың. Дөңгелегі туралы айтатын болсақ, бұл жерде завод обычно 17 қояды, бірақ енді стильмен сүзіп қалада дерзкий болып жүргің келсе, мыналар сияқты бір 18-19-та салып қойсаң болады. Разноширокий формат тоже болады бұларға да. Колодкаларына келетін болсақ, примерно каждый колодкасын, короче, алды бар бір 30 мыңға аласың, арты бар бір 20-25 мың теңгеге аласың. Плюс-минус жұмысы бар 10-15 мың теңге. Но зато сенімді болып жүре бересің. Диски тоже перфорированные, жігіттер тесік, как положено, салқындатып, в общем, нормально қылып отырады ғой. По кузову мынандай бір өзгерістерді байқауға болады. Мынандай решеткасы бар. Тоже бұл рестайлдың решеткасы. Бұның алдындағыларда бұндай болмайды. Фаралар обычно старыларда екі жағы бөлінген болады. Неқта литый, бір дизайн. Мынандай дерзкий молдингтар бар, хромированный, тоже завод қояды, оны именно осындай турбовый варианттарға қояды. Максимально комфортный, любой Мерс комфортный болады. Алдарында қарасаңдар, заводской парктрониктары тоже бар. Күндіз фарын ұмытып кету дейтін тема тоже жоқ. ДХОшкалар бар, дневные ходовые огни дейді, барлығы жанып тұрады. В общем, еш нәрсесін ұмытпайсың ғой қосатын кезде. Мына жақтан андай жабралары бар. Дисктің барлығын полностью охлаждать етіп отырады. Сен жүрдің, встречный поток, жел. Артына келетін болсақ, артында да жақсы парктрониктармен, как положено, жабықталған. Енді кішігірім, енді қазақ олсыз жүре ала ма? Артына обязательно камера қойып қояды ғой. Мен болсам қоймас едім, бірақ бір қателіктердің бірі деп ойлаймын. Фараларына келетін болсаң, тоже диодный фар, бірде бір лампочка жоқ. Сынып жатса, соғып жатсаң өте қымбат. Бірақ енді Мерс айтайтындар чисто, поливать етпей, по городу, жұмыспен үйдің арасында жүреді ғой өздері. Лапухтары тоже электронный болады. Кстати, жігіттер электронный дегенде мынау жатпайды бұлай. Айнаны именно алдыға, артқа, оңға, солға қимылдата аласың. Повторитель поворотниктары тоже бар. Кстати, мынау туралы айтатын болсаң, кішкене бөлек дүние екен. Шин кан деген линиялармен жабдықталады. То есть сынып бұзылып жатса, жасау деген өте қиын. Тем более білесіңдер, қалада автоэлектрик деген ойбой табу өте қиын мында Мерстарға. Toyota болса бір жон ғой, жүгір кеп бір теуіп мысал үшін жасап жүре бересің, короче. Так, дополнительный расходтарын айтатын болсақ, 100-ге бұл, короче, по городу, именно по городу жүретін болсаң 9-10 литр жейді. Трасса 7-8, в среднем айтатын болсаң бір 10 ғой, короче, расходтары. 2-литровый турбо бассаң ғана ішет бол бензинді ше. По салону айтатын болсақ, айтатын жері өте көп екен. Енді қазақтың керемет сөздерімен көркемдеп, теңеулермен теңдеп талдап берейін жігіттер. Отырайық. Рекламный пауза жігіттер. Привозной мотор іздеген ағайындар болса, Toyota мен Lexusқа полностью мотор мен коробканың барлығы бар. Пробектері 100 мыңға дейін каждыйын тексеріп алуға болады. Эндоскоп проверка тегін. Мотор мен коробка бізден сатып алатын болсаң, барлық шығындарын өзіміз көтереміз. Ол деген майың бар, антифризің бар, барлық фильтрларың бар, және де кондер заправкаң мен форсункаңды тазалау барлығы бір жерде бар жігіттер. Шаңырақ 2, Жанқожа Батыр 91 автопартс компаниясы, Toyota мен Lexus'ың барлық жақсы коробка мен моторы бар жігіттер. Негізінде Мерстегі жұмсақтық пен комфорт бір бөлек әңгіме ғой жігіттер. Отырдың креслоға, беліңнен құшақтап, қош келдің ханем деп айтады ғой, мына сидушкалар ше, өте жұмсақ, кайфовый екен. Руль, жалпы Мерстегі управление ол өте бөлек дүние жігіттер. Рульді ұстасаң, как будто бір машинаны өз айтып тұрған сияқты, бірақ қолмен ұстай берші рульді деп ше. Полный управление, мен сенікімін ғой деп тұрады. Бұл енді турбовый машина ғой, спортивный, мына жақта жабралары бар, спорт режимға қоясың,
біразының маңқасын ағызасын ғой, короче, на 2-литровый турбомен ақша. Мультимедиасы сол старый 2013, бұл, короче, 2009 бен 2016-ның арасында шыққан ғой. О кезде прямо супер китайский экрандар қою дейтін тема болмаған, чисто комфортпен агрессивный ездаға арнап, и салонды да жасаған, бәрін жасаған. Кнопкалардың барлығы сенсор емес, мен өздерін көріп отқандай, батырма десе батырма екен. Каждый басқаның сайын, брат, мен сені түсіндім деп айтып отырғанда экранның ар жағында. В общем, кайфовый, климат контроль, печка-мечка бәрі ұрып тұр. Мына жақта өздерінің старый екі жағы ашылатын подлокотниктары, сол өздерінің дизайндары, Мерседестардың батырмаларын барлығы істеп тұр. Қандай сағат қою, немістер кәдімгідей визитный карточкаға қойған ғой. Шіркін, сағатты қарашы. Брат, ешқайда асықпашы, мен сенің сағатыңмын ғой деп тұр ғой, мына короче. Енді ауыз толтырып айтатын дүние өте көп бұл жерде, жігіттер. Мен білетін бар, білмейтін бар. Допустим, подогрев сиденья, климат контроль, адаптивный круиз контроль, датчик дождя, мажа, ошын барлығы бар, жұмысын жасап тұр, қызметін атқарып тұр. Алам деген адам өкінбейді. Бағасы 11 миллион. Кішкене саудасы бар, бірақ қалтаң көтермесе көтіңді қыз дейтін машина бұл, жігіттер. Енді нағыз, короче, менмін деген ағайындар артында отырады ғой, Мерседестің. Президент бар, министр бар. В общем, жалпы барлығы. Сиденье чисто сенің тағыңмын деп тұр ғой, братан, отыршы, просто отыр да, расслабься деп тұр. Шумоизоляция деген тоже бөлек, бағана қаланың ішінде айдадым. Жалпы еш нәрсе естілмейді. Қаладағы кептеліс, пробка, проблема, кредит, бәрі, короче, Мерстің шумкасының ар жағында қалады, жігіттер. Жігіттер, бұл BMW емес, бірақ негізінде анамен, мынамен хасантеп жарыстыра беретін. Бұл деген чисто қалада қайсарлатып, кайфовать етіп, таңғы 4-ке дейін жүре беретін көлік қой. Бірақ енді кайфовать ету деген жер артық кетіп қалды, но ничего страшного, бұны 18 жасар балаға да жарасады, 30 жасар еркекке де жарасады, даже жоғарыда отыратын ағаларымыздың тоқалдарына да жарасады ғой, короче. Қалтаңда 11 миллион болса келді ала ғой, кішкене саудасы бар, бірақ сонда да қалтаңа қара. И одан кейін бұны ескі, бұны капризный деп айтудың да керегі жоқ. Бұл конкретно саға мінез көрсететін машина. Қалтаң бар болса, келді аласың. Жоқ болса, тістен тұра береді болсаған. Минустар туралы тоже айту керек, как они есть. Бұларда М274 деген мотор. Обычно бұлардың проблемалары ол деген цеп. Цеп ауыстырады, мотор шақылдайды, бірақ 250-ден кейін басталатын дүние. Бұл саған Toyotаң емес, миллионға дейін жүріп беретін, онда емес. 250 мыңдан кейін кішкене моторға обслуживание жасап жүрсең, сол кезде бұл тажы жүре береді. Цеп полностью, жалпы мотор прям максимально обслуженный уже. Одан ары қарай тағы да жүре берсін дейтін болсаң, уақытлы майын ауыстырып отыр, жалпы полный технический обслуживание жасап отыр. Сол кезде бұл сенің Toyotаңдан да артық жүріп береді. Сонымен енді жігіттер, машина ұнап жатса, алғыларын кеп жатса, номер видеоның астында обязательно номер тұрады. Машинаның иесінің аккаунтын тоже белгілеп кетемін, үй алмаймыз, жазаймыз. Через банк тоже можно, наличкаға тоже можно. Кімге керек, хабарласыңдар.